баласы, байлығы молдағы бажал жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, Қазақстан, 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 байлығым менің тәуелсіз елім. Қазақстан, 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 байлығым менің тәуелсіз елім. Барлығы ақталып үміттеріңіз осындай игі істеріңіз еселеніп, халық алдындағы жүргізіп жатқан қызметтеріңізге үлкен шығармашылық табыстар тілеймін. Отбасыларыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Барлықтарыңызға да жақсылық тілеймін. Қазір сіздер үшін 3 алаң жұмыс істейді. Әдеби шаңырақ, библиотурнир және библиофеерия. Сол алаңдардың жұмысымен таныстыруға өздеріңізді шақырамын. Қош келдіңіздер. Аудандық балалар кітапханасына қош келдіңіздер. Ауданның күнгі кітап күні тойлап жатыр, ұрандап оқитын ел озық елде. Кітап сәуле нұр берер шырағыңыз, сарқылмайтын біліммен бұлақ. Күнгі кітап күні тойланып жылдан жылға, биылғы жыл келер жылға болсын жұмыс. Деп ақында жырлағандай, білімнің кәусар бұлағы кітап біздің рухани құндылықтарымыз, теңдессіз байлығымыз екені бәрімізге жақсы түсінікті. Балалар, сіздер білесіздер ме, неліктен біз бүгін кешке Ертегі сұрайды. Шындан жаным Айша, мен ертеңін саған күнде кешкісін айтып жатырмын ғой. Ал бүгін мұнда бізге қонақтар келіп қапты, балаларымыз келіп қапты. Соларға арнап, ана ертегіні мен саған ертең оқып беремін. Бүгін осыны қойылымды көреді. Шалқан деген ертегіні білеміз ғой. Соны бізге қазір мына жерде үлкен ата, әже, мысық бәрі бізге көрсетсін. Енді біз кезекті соларға Біз келмей жатыр. Атаң екеумізге көмектесші, мына шалқанды жинап алайық. Жарайды апа, көмектесейін. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, тағы да суырып шығара алмайды. Немере көмектейді шалқанды. Күшіміз келген жоқ. Енді не істейміз қызым? Апаның көмекке итімді шақырайық. Шақыра ғой. Итім. Келе қойшы, бізге Атам, апам, ішімізде мына шалқанды аталар емес. Көмектесші. Қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырамыз. Ой, енді не істесек екен? Мен мысықты көмекке шақырайын. Мысығым көмек керек, мысығым. Сіз шалқанды шығара алмай жатсыңыз, бізге көмектесші мысығым. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары жылқиды, бері жылқиды, шалқан шықпайды. Мысық болса енді көмекке тышқанды шақырады. Тышқан. Мысық иттен, ит немересінің етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Олар тарта
шалқанды да жуып алдық. Енді бұл Көрдіңдер ма? Біз ертеңгі күн кітаптан оқып келдім. Бүгін бәріміз нақты түрде ретінде Ойлайсың ба? қалай көрдік бүгін бізге Қатысқан. атамызға, апамызға, қызымызға, үшеумізге, қызымызға, шағымызға не айтуымыз керек? Қош келдіңіздер. Менюмізді көрсеңіздер. қандай менемен көресіз? Не ішесіз? Келесі қошқаматайында не жейсіз? Қошқаматайында не жейсіз? Анан дейді. Жоқ, мен жақсы көретін жерде бақ дейді. Ол үшін сіз ертегі кейіпкер табасыз. Ертегі кейіпкерлер. Бұл қысқап қойдың болса Обязательно. Ертегі кейіпкерлер. Не көрсетіп ертегі кейіпкер табыңыз. Ой, мыналарды. азамат құжаты. Қарамола ережесі деп аталатын өлең. Ұлы дала іштен мұңын жасырды, ұмытты жұрт, хан тұқымы асылды. Өз тағдырын жат империя билеген қазақ елі кешті сорлы ғасырды. Айналайын жүрегінің пәк қалпынан, күні күзі айы туған артынан, қазағымнан асқан ұлт бар мекен, ақ жүрегі жаратылған алтыннан, бал күбегі бесігінде талпынған, бағы дәулеті асып тасып шалқыған, айырмасын қазағымды бірліктен ата дәстүр әдет ғұрпы салтынан. Өлгенімді ұмтылған заман менің жанымды, алыстарға көз жіберем тұңғиып, өлең менің тағдырыма нұр құйып, қанаттыға айналамын қалықтап тіршіліктің, қанаттыға айналамын қалықтап көтерілсем қарсалардай бір биік. Тіл жоқ. Екеуінің емшін қалай? Алидың баласы. Абай жолы романда Тәкежанның баласы Мақұлбай әдіс болғанда абай жоқтауды кімді айтқызды? Абай жақсы көрген ойын түрін атаңыз. Тоғызмала. Дұрыс, тоғызмала. Қатпа сөйтін. Геннадий Головкин. Başkamadan ayak ver. Жақта сағындым, тұлпарым, қамалдан өлеңдердің авторы кім? Сәкен Сәкен Сейфуллин. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер.
Қазақтан шыққан тұңғыш инженер темір жолшы. Тынышбаевның Аппақ Байжанов кім? Жоқ. Жеті жасында қай хан тұсында қабылданды? Жүзде кинофильм сценарий авторы бұл. Төрт түлік бір натаны. Қай жануардың тілінің түсі қара? Сиырдікі. Жоқ. Жоқ.